Сәлем достар. Бүгін біз сендерге 2016 жылы жарық көрген Мина атты фильмін қысқаша қазақша баяндап беретін боламыз. Майк Стивенс Америка құрама штатының морской пехотаның снайпері және оның қасындағы Томми Мэдисон оның ассистент көмекшісі. Ол екеуі Северный Африкаға террористердің кездесуін тоқтату үшін заданияға аттанған. Бірақ кенеттен өзгерістер болып, ол жерге террористер емес бедуиндер өз қызын тұрмысқа беру үшін келген екен. Майк не атуын не атпауын білмей екіленіп тұрған бір кезде күн сәулесінен Майктың снайперінің дүргін жарқырап бедуиндердің өз назарына қаратады және атыс шабуыл басталып кетеді. Қатты боран мен дауыл болған есебінен ол екеуі қашып кете алады. Қатты тұрған дауыл жолда мина бар деген знакты Майклдың аяғының астына әкеп тастайды және Майкл ол жерден игрушечный солдатын тауып алады және бұны жаман ырын деп ойлайды. Бірақ Томми бұны әшейін ойыншық деп айтады және жолымызды жалғастырайық деп бір-екі қадам басқан кезде минаға түсіп жарылып кетеді. Оны құтқарамын деп Майк жүгірген кезде ол да минаны басады. Майк мина баспағанын біледі және сразу тоқтайды. Ал досы Томми минаға түсіп, оның екі аяғы жұлынып кеткен. Ал Майк оған обезболивающий укол істеуін сұрайды. Және Томми солай да істейді, бірақ оның көмегі болмайды. Тут раненый. Томми, я не слышу тебя. Наушники, тишина. Ты должен включить рацию. Сосын Томми өзін-өзі атып өлтіреді және өлер алдында Майкке ұлын суретін береді және оның қатты түсетінін айтып жеткізуін сұранады. Майк бірдеңе істеп Томминың сумкасындағы рацияны алады және оның күннің сәулесімен қуатын толтырады және өздерінің базасына хабарласады. Олар Майклды 52 сағат ішінде алып кететінін айтады. Енді Майклға 52 сағат күту керек. Оның ішетін суы мен жейтін тамағы таусылып жатыр. Енді шөлді жерде құмды дауыл келе жатыр. Майкл бір қолымен автоматын жерге тіреп, екінші қолымен рюкзакты ұстап, оған төсеп беруге дайындалып жатыр. Арадан біраз уақыт өтіп Майклдың суы таусылады. Ол өте шаршаған. Күн қатты ыстық. Ол соңғы үмітін үзіп, өзін-өзі атпақшы болған бір кезде, ол бір адамды көреді. Ол осы жердің тұрғыны. Оның есімі Бербер. Майкл оны шақырып, оған су беруін сұрайды және ана жерде тұрған рацияны әкеп беруін сұрайды. Бербер оның үстінен күліп кетіп қалады. Арадан көп өтпей алыс жақтан бір кішкентай қыз Майклға қарай келатқанын көреді. Және ол Майклға жақындап қолындағы суды береді. Және Майкл оған ана жерде тұрған рацияны алып беруді сұранады. Бірақ қыз үндемей қашып кетіп қалады. Енді алдында ұзақ және суық түн күтіп тұр. Егер Майкл аяғын минаны алып жіберсе немесе ұйықтап қалса, ол жарылып кетуін біледі. Сондықтан ол кішкене от жағып ысынуды жөн көрді. Майкл түнді бірдеңе істеп бір амалда өткізеді. Ертесіне оған тағы Бербер келеді. Бербер Майклға: "Сен мықты жігіт екенсің. Енді өз-өзіңді босатуың керек. Сен көзіңді жұм да алға қадам бас" деп айтады. Сол кезде Майклдың ашуы шығып, Бербермен біраз сөз таласып қалады. Сөздің соңында Майкл оған ана жерде тұрған рацияны әкеп беруді сұранады. Бербер көп ойламай рацияны әкеп береді, сосын тағы кетіп қалады. Майкл тағы бір түнді жалғыз өткізуіне тура келеді. Ол түні Майкл галлюцинацияға түсіп қалады. Көз алдында өзінің әкесі, сүйген қызы және дос Томми елестей бастайды. Қатты шаршаған Майкл ертесіне өз қызымен сөйлесіп жатырмын деп рацияда өзіне-өзі сөйлей бастайды. Және қызымен қоштасып, алға бір-екі қадам басайын дегенде оны Бербер келіп ұстап алады. Және екеуі ұзақ сөйлеседі. Бербер Майклға дәл сол сияқты бір кездері минаға түсіп қалғанын, сол минаның кесірінен ол бір аяғынан айырылып, дәл сол аяғы қазір протез аяқ екенін айтып түсіндіреді. Арадан біраз уақыт өтеді. Қатты шаршаған Майкл галлюцинацияға түсіп, көзіне әр нәрсе көрініп жатқан бір кезде рациядан Майклды іздеп жүрген Майклдың адамдарының дауысы келеді. Бірақ олар бірнеше километр қашықтықта. Майкл оларға құтқару сигналын жоғары қарай ату керек, бірақ ол 3-4 метр алыста жатыр. Егер Майклды іздеп жүрген машина Майклды таппаса, ол қайтадан кетіп қалады. Өмірінен әбден тойған, қатты шаршаған Майкл кетіп бара жатқан машинасын көріп, не болса о болсын деп алға бір-екі қадам басуды жөн көреді. Алдыға қарай бір қадам басқан кезде мина жарылмайды. Не болғанын түсінбеген Майкл жерді қазып көрсе, ол консерв банкі болып шығады. Майкл қатты қуанғаннан жерге жатып жылап жібереді. Кейін ол сол жерде жатқан құтқару сигналын төбеге қарай атады. Достары Майклдың төбеге құтқару сигналын атқанын көреді және артқа қайтып келіп Майклды алып кетеді. Әбден шаршап тозған бейшара Майклды емдеп, өзіне келтіріп, өз отанына қайта жібереді. Аэропортқа келген соң Майкл адамдардың арасынан өз сүйген қызын оны асыға күтіп атқанын көреді. Сүйген қызына бірнеше қадам қалған кезде Майкл тоқтап, оның көзіне қарап, тіз бүкіп, оған ұсыныс жасайды. Сөйтіп фильм өз соңына жетеді. Негізінде фильм өте қызықты, көруді ұсынамыз. Егер сіздерге ролик ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркеліңіздер.